айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, бабушын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын түйіп барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілен өмірін берген бізген қаншадам ей. Ташта eze қалған қырғызымдың бірін кеттің ауылысқа, бірін жеттің. Сіздерді Жалағаш шаһардық мэриясының атынан жана жеке өзімдің атымдан Қырғыз Республикасының мемлекеттік туысын қабыл алынғандан бері 27 жылдығы жана 5 мартта берген үчі Ақ қалпақ күні менен барыңыздарды чын дилимден құттықтаймын. Барыңызға малым болгондой мемлекеттік ту бұл әрбір мемлекеттің бийик символу болуп эсептелет. Ошол мемлекеттин эгемендигин тастыктап, даңазалап, башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Кыргыз эли 1000 жылдардан бери өзүнүн улуттук жана саясий өзгөчөлүгүн белгилеп, өзүнүн көз карандысыздыгы үчүн кылымдар бою күрөшүп келген. Эл жер үчүн нече согуштарда Манас эпосунда айтылгандай көк асабага байланган кызыл туусу бийик көтөрүлүп, улуттук ар намыс корголгон. Өткөн 20 кылымдын башында СССРдин курамында Кыргыз Республикасы түзүлүп, өзгөчө мамлекеттүүлүк орнуп, толук саясий көз карандысыздыкка чыйыр салынган. Андан кийин барыңыздарга белгилүү болгондой 91 жылы августта Кыргыз Республикасынын өзүнүн саясий көз карандысыздыгын расмий жарыялап, ал эми 92 жылдын 3 мартында ошол кездеги легендарлуу парламент Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун кабыл алган.